Бүгінгі біздің тақырыбымыз энергияны сақтау және айналу заңы. Параграф 23. Сонда жалпы бізде энергия деген не ол? Бір денеден екінші денеге түрленуі, өтуін жалпы энергия деп атаймыз. Жалпы энергия туралы біз 7-ші сыныпта да қарастырған болатынбыз. Жұмыс, энергия барлығының өлшемдіктері не болатын? Жой болатын. Енді сол туралы жалпы толығырақ өтсек. Бүгінгі бізде күтілетін нәтиже бірінші есептер шығаруда энергияны сақтау заңын қолдануды үйренесіңдер. Яғни энергияны сақтау заңын туралы өтеміз. Жалпы жұмыс дегеніміз не екен? Жұмыс дегеніміз энергияның бір түрден екінші түрге айналу өлшемі. Яғни дене құлаған кезде оның кинетикалық энергиясы артады, ал потенциалдық энергиясы кемиді. Жұмыс денелердің өзара әрекеттесу кезінде энергияның бір түрден екінші түрге айналу өлшемі. Сендер білесіңдер, біз 7-ші сыныпта энергияның екі формасын өткенбіз, және кинетикалық және потенциалдық энергиядан өттік. Енді солардың екеуінің жалпы қосындысын, не болмаса қатынасын толық энергия деп атайды екенбіз. Бүгін біз сол туралы нақты өтеміз. Сонда жалпы А деген мына жерде жұмыс, ал дельта Е дегеніміз мына жерде энергия екен. А өлшем бірлігі жой. Мына жерде бізде кинетикалық энергия және потенциалды энергияның формулалары көрсетіліп тұр. Мысалға мына жерде Е кинетикалық 1 алынған Е кинетикалық 2 алынған Е кинетикалық 1 тең минус Е кинетикалық потенциалдық 2 алынған Е потенциалдық 1. Значит, мына жерде минус болса, ол дельта минус деген бет, яғни ол энергияның түрленуі деген сөз екен. Жалпы енді осыдан біз мынандай формула шығара алады дегенбіз. Е тең Е кинетикалық қосылған Е потенциалдық. Осыдан біз 0 деп аламыз да, Е кинетикалық қосылған Е потенциалдық. Сонда минус Е потенциалдық тең Е кинетикалыққа. Значит, осының екеуінің теңдіктерінде минус болса, онда ол не деген сөз? Яғни энергияның өзгерісін білдіреді екенбіз. Түсіндірме формула. Жалпы толық энергия дегеніміз Е кинетикалықтың Е потенциалдыққа қосындысын толық энергия деп атаймыз. Жалпы мына формуланы толық энергия дейміз. Енді мына жерде не байқап тұрсыңдар? Мына жерде дененің төменнен жоғарыдан төменге қарай құлауы. Сонда бізде мына жерде ең жоғарғы максималды нүктесі, яғни ол бізде Е потенциалдыққа тең болады. Яғни егер ең жоғарыда тұрса, ол бізде Е потенциалдық береді екен. Потенциалдықтың формасы қалай еді? Е тең mgh. Ал мына жақта ең төменгі жағында ондай кинетикалық энергия максималды мәнге ие болады екен. Оның формасы mv квадрат бөлінген 2. Сонда мына жерде жылдамдығы ол бізде кинетикалық энергиясы, ол бізде қозғалысты білдіреді. Кинетикалық деген жалпы қозғалыс деген білдіреді. Мына жерде ең жоғары жағында жылдамдығы ол 0-ға тең болады. Одан ол ақымдап түскеннен кейін жылдамдығы арта бастайды да, ол төменге барады екен. Кинетикалық энергияға айналады максималды күйге. Енді жер мен өзі әрекеттесетін денелер үшін толық механикалық энергияның сақталу заңы. Енді мына жерде бірінші мысалға қарайық, суреттегі мысалға. Мына жерде партаның үстінде қалам тұр. Бұл жерде қалам ең жоғарғы мәнде тұр екен. Яғни бұл жерде ең максималды мәні потенциалдық энергиясы максималды мәнге ие болады. Енді бұл жерде қалам құлайды. Төмен қарай құлаған кезде, құлап ең төменгі максималды жерінен барған кезде, ол кезде бізге кинетикалық энергия айналады. Енді біз бұдан жоғарғы жағында потенциалдық энергиясы максималды мәнге, ал ең төменгі жағында кинетикалық энергиясы максималдық мәнге ие болатынын көріп отырмыз. Енді екеуінің ортақ мәнін теңестіруге болады екен осы мысалға қарап. Егер мына жерде стрелканың көрсетіп тұр ортасы, мына жерде төмен қаратай және
жоғары қаратай потенциалдық және кинетикалық энергиялардың тура ортасын тапқан кезде екеуі теңеседі екен. Мына жерден сөйтіп кинетикалық және потенциалдық энергиялардың теңескенін байқауға болады екен. Сонда мына жерде бізде жалпы E кинетикалық 2 қосылған E потенциалдық 2 тең E кинетикалық 1 қосылған E потенциалдық 1 деп, яғни екеуін жаңағы мына мысалға қарап екеуін теңестіруге болады. Содан біз екеуінің қосындысы арқылы біз толық энергияны таба алады екенбіз. Энергияны сақтауларын осыдан шығады екен. Жаңа түсіндірме формула. Бізде потенциалдық энергиясы максималды мәнде тұр, массасы, массасы бар дене белгілі бір биіктікте тұр, H1, H және мына жерде H2 деп алуға болады. Яғни әртүрлі биіктіктерін байқауға болады екен. Яғни шар мына жерде максималдық мәнде, яғни потенциалдық энергиясы максималдық мәнде ие болады. Соны төмен қарата түскенде жерде кинетикалық энергиясы максималды мәнге ие болады екен. Содан бұл не деген сөз екен? Бұл бізде мысалға ағылшынша осылай табу mg деп алынады екен, бұл ағылшынша жазған кезде. Енді біз оны орысшалап, мысалы қазақшалап жазған кезде A деп аламыз ғой. A тең mgh1 алынған mgh f деп тұр, mgh2 деп алуға болады. Сонда біз бұл жерден біз айырмаларын энергияның немесіне минус E дельта Eға, яғни энергия түрленіп тұр деген сөз. Яғни бұл да бізде энергияны сақтау заңын орындалды деген сөз. Енді есептерге мысал келтіретін болсақ, тоқталайық. Мысалға қарапайым жаңағы бізде қарастырып жатқан барлығы жоғарыдан төменге қаратай құлаған денелер, болмаса белгілі бір биіктігі бар денелер деп қарастырамыз, иә. Жалпы не дейді мына жерде? Массасы 3 кг дене бар екен, жылдамдығы 0 бастапқы 0-ға тең екен, H1 биіктігі 10 метр екен, H2 биіктігі 5 метр екен. Енді біз есепті қалай шығарамыз? Бізге айтады табу керек жылдамдық дейді. Енді жылдамдығын табу керек екенбіз. Ол үшін біз бірінші толық энергияның формасын жасаймыз. Толық энергияның формасы ол бізден E тең E кинетикалық қосылған E потенциалдық. Содан мына жерде E бізде бірінші жағдайда максималды жоғарғы жағында тұрғандықтан біз бірінші енергияның орнына mgh аламыз. Өйткені потенциалдық энергиядан басталып отырғандықтан. Сондықтан mgh тең екінші кинетикалық энергиясымен тоқтатып, ол mv квадрат бөлінген 2 қосылған mgh, кинетикалық энергия, потенциалдық энергия. Енді бізде mgh-тан 2 болғандықтан біз оны индекстермен белгілейміз. m1 g көбейтілген h1 тең минус m2 g h2 деп, соны тең деймізде mv квадрат бөлінген 2 деп алады екенбіз. Енді сандарын енгізсек, масса бізде 3-ке тең, g тұрақты 10-ға тең, h бізде мына жерде 10-ға тең. Сонда бұл бізде 300-ге тең болады біріншісі. Енді екіншісі массасы 3-ке тең, g тұрақты 10-ға тең, ал мына жерде h биіктігі 5-ке тең. Бұл бізде 150-ге тең болады. Енді 300-ден 150-ді алған кезде бізде ол 150-ге береді екен. Ал мына кинетикалық энергияда массасы 3-ке тең, v квадратты біз v квадратты яғни табу керек болып тұрмыз. Ол белгілі. Енді 3-ті 2-ке бөлсем, оны 1,5 деп алады екенбіз. Содан 150 тең 1,5, оның квадраты болды. Оның квадраты тең деймізде 150-ді 1,5-ке бөлеміз. Сол кезде v квадрат тең 100-ге болады. Енді бұны квадраттан құтылу үшін оның турасын алады екенбіз. 100-дің турасынан шыққанда ол бізде 10-ды береді екен. Сонда бізде жылдамдығы 10 метр секундқа тең болды. Есте сақтаңыздар, энергияны сақтау заңын қолданып есептер шығару алгоритмі. Есептің шартына дене жылдамдығы, сығылу немесе созылу, санақтың нөлдік деңгейі ретінде алынған бетке қатысты орналасу сияқты сипаттамалары берілген денелер жүйенің 2 күйін бейнелендір. Дене жүйенің әр күйін толық энергиясын жазамыз. Сақтау заңына сүйене отырып, толық энергияларды теңестіресіңдер. Және біз есепте формаларды қолдану, қалай есте сақтау сияқты
мысалдары келтірілген екен мұнда. Енді серпімділік күші мен өз әрекетінде енер үшін толық механикалық энергияны сақталу заңы. Енді бізде жалпы энергияны біз серпімділікпен байланыстырамыз. Мысалға, негізі біз қарастырып отырған бағанан бері механикалық энергияны, механикалық жұмысқа байланысты есептерді шығарып отырмыз. Мысалға, А тең F көбейтілген S бұл бізде механикалық жұмыс. Енді мына жерде біз оны серпімділікке байланыстыратын болсақ, яғни не деген сөз ол? F-тен KX1 қосылған KX2 бөлінген 2 деп алынған екен. Оны бізде K-ны X-ті жақшаға алып, K-ны шығарған кезде K бөлінген 2 X1 қосылған X2 деп алынады екен. Енді бұл бізде яғни жұмыстың серпімділікке, яғни серпімділік күшіне байланысты формулаларын болмаса серпімділік деформацияланған денелердің формуласы деп аталады екен. Содан біз ары қарата түрлендіреміз. А тең К бөлінген 2, яғни X1 қосылған X2 көбейтілген X1 минус X2 деп алынады да, соның формуланы қорытып шығарғанда А тең KX1 квадрат бөлінген 2 минус KX квадрат 2 бөлінген 2. Бұл дегеніміз сонда А тең минус EP2 минус EP1. Яғни бұл жұмыс, яғни дельта Eға тең. Яғни бұлда да тоже энергия түрленді. Бұл не деген сөз? Яғни біз серпімділік күшінде де толық энергия сияқты энергияның түрленгенін байқайды екенбіз. Энергияны сақтау заңы тайпақтың негізгі заңдарының бірі. Ол механикада ғана емес, физиканың басқа бөлімдерінде де қолданылады. Сақтау заңының көмегімен термодинамика, электротехника, кванттық физика, аэродинамика және гидродинамика көптеген жаңалықтар ашылған осыған байланысты. Әрбір жаңа машина немесе жаңа құрылыс Ньютонның классикалық механикасының қолданылуы энергияның сақталу заңының негізінде энергия бір түрден екінші түрге айналдыруға арналған техникалық құралдар қарастырылған. Техникада импульсін сақтау заңы қолданылған негізгі сала зымыран құрылыстарында болып табылады. Сақталу заңдары ғылым мен техника кеңінен қолданылады. Енді тағы бір есеп қарастырайық. Мысалы, биіктігі дейді 0,8 метр, тегіс көбір жазықтықтан сырғанаған дененің жерге түсу жылдамдығын анықталады. Енді бізде көбір жазықтық деп алатын жерге түсу жылдамдығы дейді, барлығы бізде осындай сұрақтар берілетін болса, бұның барлығы жаңа толық энергияға байланысты екен. Енді мына жерде жаңа дене біз бағандар қарастырып отқан сияқты жоғарыдан төмен қарай құлаған денелер. Бірінші мына жерде ең басында ол бізде потенциалды энергия деді. Енді потенциалды энергия болғандықтан H биіктігі болады. Биіктігі сонда 0,8 метр. В0 бастапқы жылдамдығы 0-ға тең болады. Ол любой дененің биіктікте тұрғандағы бастапқы жылдамдығы 0 болады екен. Соны бізге жылдамдықты табу керек деп отыр енді. Енді қалай табамыз? Ол үшін жаңағы мына жерде төмен жақта кинетикалық энергияның формуласы болады. Енді біз екі формулаларды теңестіреміз. Ол үшін қайтып теңестіреміз. Яғни толық энергияның формуласын жазамыз бірінші. E тең mgh қосылған mv квадрат бөлінген 2 дейміз де. Енді осыдан теңестіру арқылы біз массаларын қысқартайық. mgh тең mv квадрат бөлінген 2 дейміз де массаларын қысқартамыз. Сонда бізге табу керек жылдамдық екен. Осыдан жылдамдықты тапқан кезде v квадрат тең gh 2 көбейтілген v-ның квадратына тең екен. Енді осыдан біз v-ның квадратын тапқан кезде 2 gh болады да, төр астына алынады. Өйткені квадраттан құтылғанда төр астына алынады екен. v тең 2 gh-ға тең болады. Содан сандарын енгіземіз. 2 көбейтілген 9,8 көбейтілген 0,8 бұны төр астынан шығарған кезде 4 метр секундқа тең болады. Сонда біз жылдамдық жоқтағанда мәні 4 метр секундқа тең болады екен.
Так, енді пысықтау тайм дейді. Енді жер бетінен вертикаль жоғарылап тұрған дененің массасы деген сияқты осы жерде барлығы бар жоғы 3 есеп берілген. Так, кім шемақты? Аружан деп шығып тұр мына жерде. Аружан. Неге экран шемақты болсын? Так, мына есептерді үйге шығарамыз, е? Сонымен бүгінгі сабаққа сұрақтар бар ма?